Смағұл Елубай жазған. Бұл кісі 1947 жылы 9 наурызда дүниеге келген. Түркменстанда дүниеге келген деп айтады, Түркістанда дүниеге келген деп айтады, бірақ бұл кісі оралман кісі. Өзі интервьюсында оралман деп айтады, бірақ қазіргі біздің тілмен айтсақ, оралман емес, қандай тілмен айтамыз? Қандас. Қандасымыз. Бұл кісі сол қандасы. Сосын 1961 жылы бұл кісі мектепте оқып жүрген кезінде тарих сабағында жаңағыдай тарихтың ашаршылық туралы жаңағы астарлап қана айтылатынын жаңағыдай байқаған. Сосын бұл кісі өзінің ауылында тұрған кезде үлкен қарт, жаңағыдай ата-әжелер, енді аштықтың нағыз бет-бейнесін айтып жатқан кезде бұл кісі жаңағыдай ол кісілердің әңгімелерін, ауылдың әңгімелерін естіп алып, одан кейін неге тарихшылар, неге мектепте бізге өтірік айтады, неге бізге үнемі бізге шындықты айтсын деп айтады ғой, неге біз өтірік айтуымыз керекпіз, неге біз ашаршылықты газеттерден жаңағыдай іздеп оқуға қарасақ, ол жерде аз мәлімет болады деп. Осы кісі жаңағыдай өзіне сұрақ қойып, одан кейін зерттей бастаған. Ауылдардан жүрген кезде әрбір қарттардан, кісілерден ашаршылық заман туралы жаңағыдай подробно информация өз Тогда сосын 1982 жылы бұл кісі жаңағы осы кітапты бастапқыда жаза бастаған кезде шығармайды. Өйткені шығаруға болмайды. 1982 совет үкіметі цензура шығарып бұл кісі 1982 жылдан бастап 85 жылға дейін жазған. 85 жылы аяқтаған кезде жаңағы 12-14 бөлме тұрады ғой, сол кітаптарды әрбір жыл сайын жаңағы біз ашаршылық, сталиндік қуғын-сүргін, тоқырау заманын қамтыған ең ірі көркем туындыларының бірі. Бұл жерде әрбір жаңағы айтып отырмын ғой бөлімінде кейіпкерлердің бастан өткен ашаршылық замандағы нағыз шындық, астарлап айтса да, бірақ тура нағыз айтпаса да, бірақ көп шындықтың ең нағыз ашаршылықтағы болып жатқан оқиғаларға шындығында негізделген кітап осы кітап. То есть Қазақстан бойынша ол кітап өте жаңағы танымал. Смағұл Елубайдың «Ақбоз трилогиясы» ашаршылық сталиндік қуғын-сүргіннің тоқырау заманын қамтыған ең ірі көркем туындылардың бірі. Жазушы бұл еңбегінде ерекше суреткерлігімен трилогиясының көркем құрылымымен көзге түседі. Автор кеңес кезіндегі ашаршылыққа ұшыраған халықтың хал-ахуалын асыра сілтеуден елге келген зардабын шебер суреттеп, ел басқарып отырғандардың жағымсыз қылықтарын, қастықтығы мен әділетсіздіктерін әшкерелей жазады. Ақбоздың нәубетті заманның шындығы арқау болған бірде аштықтың нағыз жаңағы заты кешкен халықтың шын бет-бейнесі жазылады. Бұл романда соңғы беті жақтағы баяғы ақбоз үйі көзіне елестеп, сабырын қойған Пахрадин мен оның бәйбішесі Сырғаны көреміз. Аштықтан ұзақ жолдан титықтап сүлде бітіп, құм басында қалған екеуі осылай өтті дүниеден. Шығарманың шоу басында қаракерін сылаңдатып, ауыл айналып жүрген жас Хансұлудың әкесі мен анасы еді бұлар. Яғни жаңағы Пахрадин жаңағы кейіпкеріміз, Сырға жаңағы Хансұлу деген біздің кейіпкеріміздің әке-шешесі. Бір кездегі ауыл ортасында айдыны шығып тұрған үлкен ақбоз үй Хансұлудың үйі. Сыртта қызықта қаңтарулы қарекер құнан кешкен өмір. Ол Хансұлу еді. Енді міне ақбоз үй адамдардың тағдыры былай шешілген. Хансұлу кешкен өмір, оның төңірегі ер деген сияқты үйіп күштілік етіп отырған бір тайпа елдің тағдыры әр қырынан, әр сырынан баян етіледі. Екі теңіз аралығы, 3-4 елдің өмірі зерттеліп, зерделі қаламмен жазылған. Түйелі малды, сол өмір елінің өмір тұрмысы, салт санасы, мінез, сөз, сөйлеу мәнері әдемі таңбаланған. Кейіпкерлер түрі, сыпайы, ішкі сыртқы пішіні жазушы ден қойған, дәл тапқан бейнелер. Малдың шуы мен кісі айқайлары, аюы араласып жатқан ауылдарда кедей-кембағал, жарлы-жалқыбай, жетім-жесірге теңдік әперем деп қалың бұқара халыққа дем берген жаңа өкіметтің саясатын жұрт түсіне бастаған. Ауылдың кеңес бастығы болып сайланған етікші Шәріп істің
халықтың астарына ой жүгіртіп бүлінді, алауыздықта, алакөздікте етек алды. Оның үстіне елдің қолында тышқақ лақ қалдырмайтын екен. Илежіп, қазан, табақ бәрі конфискация болып орталыққа түседі екен. Яғни бұл жерде әркім халық, қазақ халқының бір көрпеде, бір қазаннан тамақ ішетін жағдайға душар еткіздірген ашаршылық жаңағы кеңес үкіметі. Сол кезде уже әйел еткізген. Бұл жердегі ауыл жастары Хансұлу, Шеге, Ждақай, Қозбағар, Бұқарбай, Сұржекей, бұлардан ересек Бұлыш пен Балқия. Яғни бұл жерде жаңағы Хансұлу мен Шеге олар ерлі-зайыпты болады, бірақ олар жаңағыдай Қозбағарға Хансұлуды қосатын кезде жаңағы Шегеге алып жазушы. Бала түгел қадым ажырасып ешкілікке салынуы ғажап ол емес. Хансұлу өлімнен неге қорқты дейді. Шеге мен Балқия, Мажа, шопан болып күміс тіршілік құрып жүрген Шегеге кім жала жауапсыз бірге жер аудартты? Бөпехан, Опахан. Басында Қозбағарға қыстап зорлапты байға береді ғой. Сол кезде Хансұлу қашып кетеді. Бір жылдан кейін келеді, сосын Шегеге қайта қосылады, Шегемеге әдемі қосылады, өте әдемі қосылған кезде қосылады. Сосын Хансұлудың әке-шешесін Шәріп, Шегенің әкесі, Хансұлудың махаббатын жақсы суреттемеген. Наоборот, жаңағы Бұлыш пен Балқияның махаббаты романы жақсы. Балқия сосын жынданып кетеді. Балқия жынданып келеді. Бұлыш қайтты аштықтан. Жадында сақталған, жағылған ашаршылықтың үлкен көріністері. Жалпы көзінде несімен, қасіретімен. Фахраддин ұлдары қайтыс болады да, жалғыз Хансұлуын ұлдан кем етіп өсірмеген. Бәрі дайын. Хансұлу ел таныған, хат таныған, өте ақылды, көрікіне сай болады. Оқылған, айтылған кітаптардан үлкен әсер алдық. Бірінші кітап ол Алтай өңіріндегі оқиғалар, ол кездегі қазақ ауылының бір бейнесі, әртүрлі кейіпкерлер сол туралы айтылған. Ал екінші кітапта ол уайымды қалай жеңу керек, уайымды жеңуге болатын жаңағы себептер, нелер көрсетілген. Үшінші кітап ол ашаршылық туралы Ақкөздей бұрынғы замандағы қазақ ауылының ашаршылықтан шеккен зардаптары, қиындықтары. Жеке бір өмірін комедиямен мысқылдап тұрып әсерлеп берсе, одан кейінгі жаңағы біздің алып отырғанымыз алаңсыз өмір, уайым, қайғыны қойып, ұсақ түйекке мән бермей, өзіңді алға жетеле, мақсат қой, бос отырма деген сияқты нәрселермен. Бүгінгі үш кітап үш заманы белгісі деп санаймын. Бірінші Ақбоз үй, бұл ашаршылық жылдарында өткен қиын қыстау кезең болса, екінші сол жұтым заманнан шығып Өрі Алтай, яғни қарапайым ауылдың шытырман оқиғалары, қандай ауылдың жағдайы, білім алған жастардың қалаға қоныс аударылуы, қариялардың күзетші болып қалуы сипатталады. Ал үшінші кітабымыз ол мен айтар едім бүгінгі күнмен өмір сүр деген қағиданы ұстанады. Яғни көп затты әрбір мелочқа уайымдамай, өзіңді күтін, денсаулығыңа қарау керек. Адам өзін күтінбесе, өзіне керек адам. Жаңағы біздің ең алғашқы кітабымызда біздегі жаңағы уайымшылдықпен, күйзеліспен қалай күрес туралы айтылатын болса, енді бізде екінші еңбегімізде ол Алтай өрі, яғни ол жақтағы комедия жанрындағы ауылдың қандай жаңа ашаршылық кезіндегі бір бүгінгі талқыланған үш кітап
кітабымыз бойынша айта кетсек үшеуі де өзінің мәндік мағынасы бар деп айта аламын. Сосын ең басты бір себеп өсіп келе жатқан болашақтарымызға осындай романдарды жиі оқытып немесе осылай талқылауға салу керек. Қазақ халқымыз қандай қиыншылықтан қандай қиыншылықтарды өткенін